Ыстық күнде мұздай суды көп ішпе. Жаздың күні мұздай суды көп, бірден ішу шөлді қандырады, бірақ денсаулыққа, әсіресе ас қорыту жүйесіне зиян тигізеді. Мұндай су ішектің жұмысына қалай әсер етеді? Ішек қабырғасының түйілуі, спазм. Суық су асқазан мен ішекке түскенде сол аймақтың бұлшық еттері күрт жиырылып, қан айналымы баяулайды. Бұл тамақтың толық қорытылуын қиындатады. Микрофлора тепе-теңдігінің бұзылуы. Ішек ішіндегі пайдалы бактериялар тұрақты температурада жақсы әсер етеді. Суық әсерінен олардың белсенділігі төмендеп, зиянды бактериялар көбейеді. Асқазан ішек жолы қабынуларына себеп болуы. Суық су иммундық жасушалардың белсенділігін азайтып, гастрит, колит, энтерит сынды аурулардың өршуіне түрткі болады. Диарея немесе іштің өту қаупі. Әсіресе ластанған немесе сапасы нашар мұз қосылған су ішкенде жұқпалы ауру қаупі артады. Дене мен ішектің температура айырмасы. Жазда дене қызып тұрғанда, әсіресе далада күн астында жүрген соң ішке өте мұздай су түссе, суық әсер пайда болады. Бұл кезде қан тамырлары жиырылып, ас қорыту жүйесі уақытша тоқтап қалады. Жүрекке салмақ түседі. Қалай ішу керек? Мұздай емес, бөлме температурасындағы немесе сәл салқындатылған су ішу пайдалы. Күн ыстықта шөлдегенде кішкене жұтымдап, асықпай ішу керек. Даладан қатты қызып келген соң бірден салқын су емес, алдымен жылырақ су ішу ұсынылады. Міне құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызда пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы оп-оңай ғана әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.